Сәлеметсіңдер ме балалар? Музыканы өте ұнататын менің сүйкімді шәкірттерім. Біздің бүгінгі музыкалық саяхатымыздың тақырыбы жемістер мен көкөністер концерті деп аталады. Біз білімділер ауылына барамыз. Онда бару үшін алдымен сенің біліміңді тексеріп көрейік. Жеміс, жидек, көкөніс сөздерінің мағынасын түсіндір. Көкөністерге не жатады? Төмендегі суреттен көкөністерді атап айт. Білімділер ауылында тек білімді ғана емес, өнерлі балалар да тұрады. Олар өз өнерін ауыл адамдарына көрсетіп, концерт қояды. Біз де өз өнерімізді көрсетейік. Төменде берілген өлең жолдарына музыкалық фраза ойластырайық. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Өрік алма, шие алша, жидек жүзім піседі, қауын қарбыз, қияр сәбіз дүкендерге түседі. Жемістер концертін ұйымдастырамыз. Өлең жолдарына ән ойластырып айтайық. Мысалы, ән салуды өте ұнататын менің сүйкімді шәкірттерім. Қазір жаңа әннің мәтінімен танысып, үйрену сәті. Балалар композиторы Дәулеткерей Абылахатұлының әні «Күлімде күн күлімде». Әннің сөзі ақын Дүйсенбек Қанатбаевтікі. Күлімде күн күлімде, жер жасарып көгерсін, кешегідей бүгінде қанат қақсын көгершін. Күлімде күн күлімде, күлсін барлық балашат, берекелі бүгіндей бейбіт болсын болашақ. Күлімде күн күлімде, бүлдіршіндер қуансын, қырдың көкшіл түгіндей қолдарына туалсын. Күлімде күн күлімде, күлсін барлық балашат, берекелі бүгіндей бейбіт болсын болашақ. Күлімде күн күлімде, жер жасарып көгерсін, кешегідей бүгінде қанат қақсын көгершін. Күлімде күн күлімде, күлсін барлық балашат, берекелі бүгіндей бейбіт болсын болашақ. Күлімде күн күлімде, бүлдіршіндер қуансын, қырдың көкшіл түгіндей қолдарына туалсын. Күлімде күн күлімде, күлсін барлық балашат, берекелі бүгіндей бейбіт болсын болашақ. Күлімде күн күлімде, күлсін барлық балашат, берекелі бүгіндей бейбіт болсын болашақ. Бейбіт болсын болашақ. Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар балалар.